Барлығына сәлем. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға логикалық сұрақтар бейнесін ұсынамын. Номері 1. Нұржігіт әдеттегі бойынша өзінің жаттығатын жері, яғни жаттығу залына барады. Ол ең алдымен өзінің киімін ауыстыру үшін киім ауыстыратын бөлмеге кіріп, киімін ауыстырып заттарын қойып кетеді. Қайттан келсе, оның заттары жоқ екенін байқайды. Ол бірден күзетшіге айтады. Күзетші 3 күдіктіні ұстайды. Ал енді сіздерге сұрақ. Осы 3 күдіктінің қайсысы Нұржігіттің заттарын ұрлап кетті? Уақыт кетті. Жауабы: бұл миымызды жаттықтыруға арналған оңай сұрақ етін. Егер де біз 3-ші тұрған күдіктінің қолына қарайтын болсақ, онда біз бағанағы Нұржігіттің заттарының ішіндегі оның сағатын байқаймыз. Яғни, оның сағатын және оның басқа да заттарын 3-ші тұрған күдікті ұрлаған. Номер 2. Алмас жұмыс барысымен Антарктидаға барады. Оның бару себебі, ол Антарктидадан пайдалы қазбаларды іздеу керек еді. Ол бір айдан соң өзінің бастығына барып, мен Антарктидадан түк таппадым дейді. Ал Алмастың бастығы оған күмәнданып айтады: егер де сен шынымен Антарктидаға барсан, оны қалай дәлелдей аласың дейді. Ал Алмас: мен ол жерге суретке түскен болатынмын, мен сізге осы суретті көрсетейін дейді. Бұны көрген Алмастың бастығы: сен маған өтірік айтып тұрсың, сен Антарктидаға бармағансың деп оны жұмыстан қуып жібереді. Ал енді сіздерге сұрақ. Бастығы оның Антарктидаға бармағанын қалай біліп қойды? Уақыт кетті. Жауабы: егер де сіз осы суретке қарайтын болсаңыз, онда сіз бұл суреттен ағаюларды байқайсыз. Ал ағаюлар Антарктидада мекен етпейді. Сол арқылы бұның бастығы оның өтірік айтып тұрғанын біліп қойып, оны жұмыстан шығарып жіберген. Жауабы осы. Номері 3. Дүкенге күдікті адам кіреді. Және ол дүкенге кірген соң өзіне керек заттарын алып, қалтасынан $100 шығарып, ақша міне, маған осы заттарды беріңізші дейді. Дәл осы уақытта ақшаның шын немесе өтірік екенін білетін құрылғы істемей қалған. Бірақ дүкенші осы ақшаға қарап, бұл ақшаның өтірік, яғни жасанды ақша екенін біліп қояды. Ал енді сіздерге сұрақ. Дүкенші бұл ақшаның өтірік екенін қайдан біліп қойды? Уақыт кетті. Жауабы: егер де сіз білетін болсаңыз, әрбір ақшаның өзінің коды болады. Бұл код ақшаның оң жағында және сол жағында болады. Және сол екі код та бір-бірімен өте ұқсас болады, яғни ешқандай айырмашылықсыз. Бірінші код қандай болса, екіншісі де тура сондай болады. Ал мына ақшаның коды екі түрлі, яғни оң жақтағысы мен сол жақтағы код екі түрлі. Осы арқылы дүкенші бұл ақшаның жасанды ақша екендігін біліп алды. Жауабы осы. Номері 4. Көздің көру қабілетін дамытатын сұрақ. Осы суреттерге мұқият қарап, бұл суреттен дұрыс емес нәрселерді табыңыз. Уақыт кетті. Номері 5. Осы суретке қарап, осы 3 жігіттің қайсысы оның күйеуі екендігін табыңыз. Уақыт кетті.
Жауабы: екінші тұрған адам оның күйеуі. Себебі екінші тұрған жігіттің мойнындағы алқа мен қыздың қолындағы білезік бірдей. Демек ол оның жігіті, яғни күйеуі. Бүгінге осы